Хаким Зиеш Сауд Арабиясына барам деп жүріп, түрік лигасынан бірақ шықты. Сауд Арабиясына бірақта тағы да плюс бір ойыншы. Лионель Месси қайда барса да тарихты жазатын қаламсабын қолынан тастамайды. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар. Ал енді біз сіздердің уақыттарыңызды алмаймыз, әдептен озбаймыз, көп созбаймыз, бастаймыз, кеттік. Челси клубының бұрынғы венгері Хаким Зиеш Галатасарайға ауысты. Өздеріңіз білесіздер. Енді Хаким Зиеш негізінде Сауд Арабиясына барғысы келді. Сауд Арабиясы жақсы ұсыныс жасаған болатын. Аль-Насрға, Роналдудың жанына барғысы келді. Енді шамасы жетіп тұрғанда Челсидің да намысын қорғады. Аль-Насрға да барғысы келді. Енді Галатасарайға келіп, Галатасараймен біраз нәрсені ұтып алсам, шамам жетіп жатсам, Марокконы да чемпион қылсам деген асқақ арманы бар Хаким Зиеш. Енді Галатасарайдың намысын қорғайтын болады. Хаким Зиеш өте талантты, жақсы ойыншы, бірақ та Хаким Зиеш қалағандай болмады мансабы. Галатасарайдан бірақ шықты енді. Галатасарай жылына 3,5 миллион евро беретін болады. Келісім шартта солай жазылған екен. Және де 3 жылдық келісім шартты ұсынған екен Хаким Зиешқа. Енді Зиешқа біздің тарапымыздан тек қана сәттілік тілейміз. Түрік лигасы да дәл қазір жақсы дамып келе жатқан, перспективасы бар лигалардың бірі. Хаким Зиеш енді біздің Бахтияр Зайнутдиновтың қарсыласы болады. Биыл Челсиға жарақат жабысып алған сияқты. Рис Джеймс деген тамаша қорғаушы, вингерде бола алатын, шабуылды ұйымдастырып бере алатын қорғаушы жарақат алып қалды. 1 айға кетіп қалуы мүмкін деп отыр қазір Челсидің медицина қызметкерлері. Одан бөлек Чалобаны білесіздер, ол да жарақатына байланысты 1 ай жасыл алаңға шықпайтын болады. Енді Чалобаның орнын жаба алатын шығармыз. Рис Джеймс керек-ақ еді дәл қазір Челси клубына. Енді Челсиді айтып отырмыз ғой, жалпы жарақат жаулап алған сияқты. Одан бөлек Фафананы білесіздер, орталық қорғаушы, ол да біраз болды жарақат алып қалды, әлі алаңға шыққан жоқ. Одан бөлек жаңадан келіп жатқан Нкукудың өзі жарақат алып қалды. Енді Челсиға біз не тілейміз? Сабыр тілейміз, және де тезірек ойыншылардың бәрінің сауығып кетуін тілейміз. Тағы да бір айтылмай кеткен жайтты айта кетейік. Лионель Месси өзінің мансабында 44-ші кубокты ұтып алды. Ол Америка лигасының кубогын ұтып алған болатын. Негізгі уақытта есеп теңде тең болды. Ал енді пенальти сериясында Лионель Месси бастаған ойыншылар, яғни Интер Майамидің ойыншылары Нэшвилл клубының ойыншыларынан пенальти сериясында басым түсті. Есеп 10-9. Және де кубокты бірден Лионель Месси келді де алып берді Интер Майами клубына. Ал енді бұл жерде 44 кубокты алып отырған Лионель Месси тарихтағы ең жүлдесі көп ойыншы атанды. Және де бұнымен тоқтап қалмайтыны да белгілі. Лионель Месси нағыз аңыз, тарихты қай жерге барса да жаңадан жазуды жақсы көреді. Олай болса, Лионель Мессидің жанкүйерлерін шын жүректен құттықтап қойсақ болады. Аль-Хилальға, яғни Неймардың жанына тағы да бір тамаша ойыншы келіп қосылды. Ол Митрович атты. Осы Фулхэмнің ойыншысы. АПЛ көрген, чемпионшип көрген деген сияқты тамаша ойыншы. Осы ойыншыны Фулхэм клубы негізінде сатқысы келмеген, негізгі құрамының мықты ойыншыларының бірі болған. Бірақ та Митровичтің өзі кеткісі келетінін айтқан, клубтан бір емес бірнеше рет. Осыған орай Аль-Хилальдің кезекті ұсынысын қарастырып көрген. Ал енді бұл Фулхэм үшін де жақсы ұсыныс болды. 55 миллион евроға сатып алды Митровичті Фулхэмнан. Енді өзінің трансфер-маркет порталындағы бағасы Митровичтің 20 миллион евро ғана. Бұл енді Фулхэм үшін өте тамаша сәтті сауда. Ал енді Митровичтің өзіне 25 миллион евро жылына беретін болады, және де 3 жылдық келісім шарт. Ал Европада Митровичқа бұндай ақшаның 10 есе төменін ғана төлейтін шығар. Бұл Митрович үшін де тамаша сәтті трансфер. Енді бұл жерде неге кетіп қалды, неге осы Сауд Арабиясына бара береді деген нәрсені талқыламай-ақ та қояйық, себебі бір ақша.
болды, басқа себеп жоқ. Көңілінен шықты ма ойыншының жалақысы? Шықты. Фулхэмнің көңілінен шықты ма беріп отырған трансферге ақша? Шықты. Болды, басқа нәрсені талқылап қажеті жоқ. Енді Неймардың жанына тағы да тамаша ойыншы қосылды деп санаймыз. Алдағы уақытта бәріміз Сауд Арабиясының лигасын кәдімгідей тамашалайтын сияқтымыз. Алдағы уақытта көре жатармыз қандай нәтиже беретінін бұл ойыншының. Тер Штеген істері жоқ, теріс істеген. Осы Тер Штеген мен Барселона клубы жаңа келісімшартқа қол қоюға жақын. Жаңа келісімшарт 2028 жылға дейін болады деп айтылуда. Марка басылымының айтуынша, Николо Скираның айтуынша 2014 жылы Тер Штеген Барселонаның қатарына кеп қосылған болатын. Боруссия Мюнхен-Гладбах клубының қатарынан 12 миллион евроға келген еді. Және де Барсаның жанкүйерлерінің жүрегіне кіріп алған ойыншылардың бірі. Енді бұл Тер Штегенмен келісімшартты созуға жанкүйерлердің де ықыласы бар, Барселонаның да ықыласы бар. Ал енді Тер Штеген өзі 5 жылдық келісімшарттың алдыңғы 2 жылында жалақысын төмендетуге келіскен, себебі Барселонаның қазіргі жағдайына байланысты. Одан кейінгі 3 жылда өзі қалаған жақсы жалақыны ала алатын болады. Бұл келісімшартқа жақын арада жап-жаңа қол қойылатын болады. Алтын доп арнасының бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттары осындай. Ұнаса лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар. Себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар. Назарларыңызға рахмет.